Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Мемлекетке тиесілі ақшаны қайтарыңыздар. Тоқаев бірнеше банкке ультиматум қойды. Президент Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында банктерге мемлекеттен алған қаржылай көмекті қайтаруды талап етті. 2017-2020 жылдар аралығында Жусан банк, Еуразиялық банк, Халық банк, Нұрбанк және Банк Центр кредит секілді қаржы ұйымдары ұлттық қордан 15 жыл мерзімге деп қомақты көмек алған. Кейбір банктер барлық шығынды өтеді, бірақ мемлекетке тиесілі қаражатты әлі де ұстап отыр. Оның үстіне бұл ақшаны тәуелсіз мемлекеттік құралдарға жоғары пайызбен салып, кепілдік кіріс алып отырғанын айтсаңшы. Мен үкіметке және ұлттық банкке тиісті шешім қабылдауды тапсырам. Банктер үкіметтің не халықтың қас жауы емес, бірақ әділ серіктестік болуға тиіс. Кезінде сіздерге көмек көрсетілді, енді сіздер де жауапкершілік таныту керексіздер, деді Тоқаев мырза. Сарапшылар қаржы секторында қайта есеп айырысу бюджет шығындарын азайтуда маңызды қадам болуы мүмкін деп есептейді. Жақын күндері үкімет пен ұлттық банк Тоқаевтың тапсырмасын іске асыруға кіріседі деп күтілуде.